Ассалаумағалейкум баршаңа. Бұл видеоны өткізбей срочно обязательно көріңдер, сосын жіберіңдер, әркімге жіберіңдер. Өйткені мынау Қазақстанда Шымкент қаласында болып жатқан нәрсе, өзім ағам ше, 60-70 мың теңге не за что қарыз болып қалды ше. Ол өйткені мына смс, телеграм, ватсаптан ссылка келеді, бір нәрсе деп, короче, білмейсің, кіріп қаласың, сөйтеді да ватсабын ана мошенникке уланып кетеді ғой. Сөйтіп мошенникке уланғаннан кейін ол мошенник әркімге сенің атынан ватсабымен, короче, 1000 теңге берші, 20 мың теңге берші, қарызға 1-2 сағатта қайтарамын дейді ол, короче. Сөйтеді, ол сондай жағдайда ватсаптан сіздерге қарыз сұрап келсе таныстарыңыздан ақшаны салмаңыздар, ватсапқа звондасаңыздар алмайды, өйткені мошенник отыруда. Прямой өзінің нөміріне звондайсыздар. Сөйте сен ба дейсің, жоқ мен емес, мошенник кіріп кетті дейді. Уже талайын көрдік. Именно бүгін сондай болды. Өзім ағам 60-70 мың теңге қарыз. Не за что кіріп кетті. Ондай жағдайда WhatsApp-қа кіресіздер, алдыңғы видеода салған болатын, төбе жағында 3 кнопка тұрады, 3 точка тұрады, соны басасыздар, кіресіздер, астына связанное устройство деп тұрады, соны басасыздар, одан кейін сізге сол мошенник қайсы тіркеліп кеткен, сол көрініп тұрады, телефон, компьютер, соны басасыздар, төбесіне 3 точканы тағы басасыздар да удалить етіп тастайсыздар. Ана мошенник сіздерден шығып кетеді. Ал WhatsApp-ты кейбіреу удалить етіп, қайтадан кірем, басамын дейді. Ол кезде уже кіре алмай қаласыздар WhatsApp-қа 24 сағат. Сол кезде ана мошенник 24 сағат бойы сіздің атыңыздан әркімнен қарызға сұрап тастайды. Так что әркімге жіберіңіздер, көріңіздер, алдап қалмаңыздар.